Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, видеоны соңына дейін толығырақ мәліметке ие болу үшін соңына дейін көріңіздер. Қазақстанда дәрі-дәрмек атауларының 1/3 бөлігі жылы есеппен, орта есеппен 30%-ға қымбаттады. Қазақстанда дәрі-дәрмек атауларының 1/3 бөлігін жылына орта есеппенен 30%-ға қымбаттады деп хабарлайды Қазақстан Республикасы денсаулықты сақтау ведомства вице-премьері Жандос Бүркітбаев. Премьер-министр Бүркітбаевтың баяндамасында айтылғандай, қолданыстағы 4296 дәрі бойынша өткен жылдан бері шекті баға өзгерген жоқ. 1918 дәріге өзгеріштер өндіруші зауыт бағдарламасының өсуіне байланысты бағалар орта есеппен 30%-ға өсті. 501 дәрі бағасы орта есеппен 7%-ға төмендеді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де каналымыздың дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз.